Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Шымкентте болған қайғылы жағдайға қатысты тың мәліметтер айтылды. Нұрболат Жұмабаев 8 желтоқсан күні полиция департаментінде тергеу кезінде қайтыс болған. Марқұм Нұрболаттың анасы Ажаргүл Әлмағамбетованың сөзінше, күйеуі мәйітхана маңында жүргенде Жұмабаевты тергеуге қатысып едік деп 2 адам келген. Ұлымыздың қазасымен арпалысып жатқанда әкесіне 2 адам бірінің артынан бірі ыңылдап келіпті. Біз қателестік, ақша берейік, көлік берейік депті. Әкесі қайтарып тастады. Баламызды еш нәрсеге үйде алтын берсе де айырбастамаймыз. Баратын жердің бәріне барамыз, соңына дейін жетеміз дейді марқұмның анасы. Шырылдаған ананың айтуынша, полиция отбасына хабарласпаған, көңілді айтпаған. Жедел уәкіл қызметкерлерін Жұмабаевтың әке-шешесінен кешірім алуға жібермегені туралы сауалды полиция департаменті де жауапсыз қалдырған еді. Енді мына сұмдықты қараңыз. Шымкент полиция департаментінің басшысы Ералы Жұмаханбетов журналистерге берген алғашқы сұхбатында Жұмабаев азапталды ма деген сұраққа прокуратура қызметкерлері мен өзіндік қауіпсіздік қызметі марқұмның денесін қарап шықты. Олар көзге көрініп тұрған жарақат жоқ деп айтты деген болатын департамент басшысы. Ал енді бүгін арттар ашылған кезде тұтқындау және бөлімшеге әкелу кезінде полицейлер тарапынан күш көрсетілген. Олардың біреуінің жағдайы нашарлап, жедел жәрдем келгенше мерт болды. Полицейлердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тергеуді арнайы прокурорлар департаменті жүргізеді деді Ералы Жұмаханбет мырза. Полиция департаменті бұл іске қатысы бар қызметкерлердің жұмыстан шығарылғанын да қосып айтты. Істің барысына қарайтын болсақ, алғашқы күні басшының айтуындай еш нәрсе болмағанда, ата-анасы кешірім бергенде, бұл істі жабулы күйінде қалдыра салуы мүмкін еді. Яғни қымбат көлік пен ақша ұсынғандары рас болса, демек олар осылай жеңіл құтылмақ болған секілді. Дегенмен іс насырға шапқанда департамент басшысы келесі күні-ақ полицейлердің кінәлі екендігін айтты. Бұл елдегі тәртіп сақшыларының бірінші бассыздығы емес, мұны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ішкі істер министрі Тұрғынбаев мырза бұл жағдайды өз басшылығына алуы тиіс. Және қылмысқа қатысы бар барлық қызметкерлер, олардың басшысы болсын, қосшысы болсын, заңды түрде жазалануы тиіс. Марқұмның отбасына қайғырып көңіл айтамыз.